Корейский корындок жасаймыз. Яны Қытайдағылар аузымыздың суын ағызып жеп отырады. Нервқа тиіп ше, тура сол рецепт қой. Дәмі деген күшті болады екен. Ол үшін ең алдымен барлық құрамдарды біріктіріп, жұмсақ қамыр илейміз. Өте қамыр жұмсақ болады. Жарты сағатқа ашқанға қоямыз. Картошканы бірнеше бөлшектерге бөліп, қайнап тұрған суда 3 минут пісіресіздер. Одан артық пісіріп жібермеңіздер. Сосисканы ортасынан бөлесіздер, сырды бөлесіздер, барлығын шпажкеге орналастырамыз. Роллтон керек болады, қыздар. Роллтон на любитель, бірақ дәмі күшті болады. Роллтонмен де істеп көріңіздер. Роллтонды жақсылап ұрғылап, ішіндегі приправасын салып жақсылап араластырып аламыз. Уже менде қамыр ашып қапты. Сөйтемізде қамыр осылай аунатасыздар. Тимеген жерлеріме осылай қолдарыңызбен тигізбей жібересіздер ғой. Панированный сухариға, картошкаға, бәндегі дайын тұрған роллтонға аунатып, орта отта 10 минут бойы пісіреміз. Қатты отта пісіріп, быт-шыт болып аралар піспей қалып күйіп кетіп жүрмесін. Орта отта пісіресіздер. Сонымен корындогымыз дайын болды. Үстіне сырны соуспен, кетчуппен жағып жіберіңіздер. Дәмі деген мама, ол қыздар маған прям қатты ұнады. Осылай қантқа ұнатып жесеңіздер де болады. Кореяда қантқа ұнатқан түрі өте популярный. Дәмі күшті екен. Істеп көріңіздер. Ас болсын, рецептін аса лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер.